Баршаңызға сәлем достар. Гнездо салатын дайындаймыз. Жасалу өте оңай әрі тез, қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Менімен бірге видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдын ала картошкамызды алып, тазалап, үккіштен өткізіп, дайындап аламыз. Міне осылай видеодағыдай табаға майымызды қыздырып, картошка пайымызды аз-аздан салып, қызартып қуырып аламыз. Қатты қызартпаймыз, кішкене сарғайтып қуырып аламыз. Ыдысымызға салфетканы төсеп қоямыз, майын сорып алу үшін. Мінекей енді аламыз картошкамызды. Міне осылай барлығын картошкамызды дайындап аламыз. Картошка пайды енді бізге қажеті огурцы қажет болады. Соломка етіп, ұзынша етіп турап аламыз. Енді бізге қажеті қайнатылған жұмыртқамызды алып, тағы да ұзынша етіп турап аламыз. Видеода көріп тұрғандай жұмыртқамызды осылай турап аламыз. Енді бізге қажетті тұздалған қияр. Оны да ұзынша етіп турап аламыз. Енді бізге қажеті копченый тауық қажет болады. Ол ерекше дәм береді салатқа. Тауығымызды ұзынша етіп турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Бізге енді жүгері қажет болады. Жүгерден 3 үлкен қасық саламыз. Және 2 қасық майонез салып, салатымызды жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Кішкене тұз саламыз. Тұзды абайлап салыңыздар, өйткені бұл салатта тұздалған қиярымыз бар. Осылай бәрін біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне дайын болды. Енді ыдысымызға әдемілеп салатымызды саламыз. Енді дайын болған салаттың бетіне жаңағы қуырып алған картошка пайымызды кәдімгі ұяшық сияқты қылып, әдемілеп бетіне салып шығамыз. Құстың ұясы сияқты енді сәндейміз. Осылай укроп немесе петрушканы осылай қойып шығамыз. Және бөдененің жұмыртқасын қоямыз. Мінекей салатымыз дайын болды. Енді осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді салат, тойымды салат, керемет. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Барлықтарыңызға ас болсын.